Сәлем достар. Фактчек KZ сайтында кейінгі аптада жарияланған материалдарды шолып шығайық. Қазақстандағы ең төмен жалақы Ресейден 34 мың теңгеге аз ба? Қара нәсілді азаматтар ақ нәсілді азаматтарды 12 есе жиі өлтіргені рас па? Парацетамол ең улы дәрі ме? 18 маусым күні Спутник News KZ сайтында жоғары палата депутаты Мұрат Бақтиярұлының Сенат отырысында айтқан мәлімдемесі жарияланды. Депутаттың айтуынша Қазақстандағы ең төмен жалақы Еуразиялық экономика одаққа мүше Ресейден 34 мың теңгеге аз. Бұл жартылай шындық. Ресей Федерациясының экономикалық даму министрлігінің құжатында ең төменгі жалақы 12.130 рубль деп көрсетілген. Теңгемен есептесек 70.475 болады. Қазақстандағы ең төмен жалақы Ресейден 27.975 теңгеге аз. Әлеуметтік желі мен аноним телеграм каналдарында 2013 жылы ақш-та афроамерикалықтар ақ нәсілді адамдарды 12 есе көп өлтірген айтылады. Яғни елде афроамерикалықтар емес, керісінше ақ нәсілді адамдар әлде қайда көп зардап шеккен. Дереккөз ретінде Федералды тергеу бюросының сайты көрсетілген. Бұл жалған және бұл деректе манипуляция бар. Қара нәсілді адамдар ақ нәсілділерді 12 есе жиі өлтірмейді. Кестеде келтірілген статистика адамды шатастырады. Өйткені есептеу әдісі күмәнді, ал бағандар әртүрлі өлшемде негізделген. Сондықтан оларды бір-бірімен салыстыруға болмайды. Парацетамол әлемдегі ең улы дәрі. Әлеуметтік желілерде Еуропа елдерінде парацетамолға тыйым салынды деген хабарлама тарап кетті. Ғылыми тұрғыдан қарасақ, парацетамол дүние жүзіндегі улы дәрі қатарына жатпайды. Оны тиісті мөлшерден көп ішкенде немесе алкогольмен бірге қолданғанда ғана қауіп төндіруі мүмкін. Сол кезде бауыр жұмысына зиян келеді. Еуропа елдерінде парацетамолға тыйым салмаған. Мысалы, Францияның денсаулық сақтау министрі Оливье Веран 14 наурыз күні өзінің Твиттердағы парақшасында ибупрофен туралы пост жазған. Сонда коронавирус белгілері байқалған жағдайда парацетамол пайдалануға кеңес берген. Қоғамдық орындарда маска тағыңыз және қолды жиі жуып жүріңіз. Фактчек KZ сайтынан тексерілген ақпаратты оқып, фейктерден сақтаныңыз. Ақпаратты бірге тексерейік.